Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағы 3-ші сынып. Тақырыбы қағаз, ақша. Ортақ тақырып өзендер. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік купюраларды ажырату және түрліше төлем жасау. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бірқатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Ақша айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды бағалауға қызмет ететін кез келген товар немесе символ. Ақшаның шығу тарихы. Әр уақыттарда және дүниенің түрлі бөліктерінде адамдар ақша ретінде әртүрлі тауарларды, астық, мал, қымбат тастар және металдарды пайдаланады. Ұзақ уақыттар бойы ақша есебінде алтын және күміс жүрді. Балалар, оқулықпен жұмыс. Кітабымыздың 27-ші бетін ашайық. Балалар, енді оқулығымыздың 27-ші бетін ашайық. Бірінші тапсырма. 2000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанына қара. Тағы да қалай ұсақтауға болады? 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанына қара. Тағы да қалай ұсақтауға болады? Көрсетілген суманы әртүрлі тәсілмен қалай жинауға болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орындап көр. Ал балалар, іске сәт. Қолымыздағы қағаз ақшаларды қалай ұсақтай аламыз? Көрсетейік кәне балалар. Балалар, қазір оқулығымыздың 28-ші бетіндегі 4-ші есепке назар аударайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтердің қайсы қажет болғанын анықтап, оны шығар. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Кәне балалар, барлығымыз ойласайық. Не белгілі? Яғни 9 туристің келгені белгілі. Не сатып алды? Дұрыс айтасыңдар, ересек адамдарға арналған билет. Қанша теңгеден? 1000 теңгеден 3 билет алды. Және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Дұрыс айтасыңдар. Енді бізге не белгісіз? Олар билетке барлығы неше теңге төлегені белгісіз. Кәне балалар, есепті өзіміз шығарып көрейік. Уақыт кетті балалар, ойланамыз. Балалар, шығарып болсақ, есептің жауабын бірге тексеріп көрейік. 1000 көбейтілген 3 қосылған 500 көбейтілген 6. Мәні 6000 теңге. Яғни 1000 көбейтілген 3 дегеніміз бұл ересек адамдарға арналған билеттің бағасы, яғни 3000 теңге. 500 көбейтілген 6 бұл балаларға арналған билеттің ақшасы 3000 теңге. 3000-ға 3000-ды қосатын болсақ, балалар 6000 теңге. Олар билетке барлығы 6000 теңге төледі. Жарайсыңдар балалар, сендердің де есептерің менікі сияқты шықты деп ойдамын. Балалар,
Енді осы төртінші есептің әсін қазір өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтердің қайсы қажет болғанын анықтап оны шығар. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеге таңертең 50 турист, түсте 120 турист келді. Ал кешке келгендер түстегі туристерге қарағанда 3 есе артық болды. Түсте келген туристерге қарағанда кешке неше турист артық келді? Кәне балалар, есепті ойлана отырып өзіміз шығарамыз. Жауабын маған WhatsApp желісі арқылы жібереміз. Балалар, енді оқулығымыздың 29-шы бетіндегі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектерді есепте, шыққан нәтижелерді кему ретімен жаз. Сонда Қазақстандағы бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтайсың. Кәне, балалар, амалдарды өзіміз орнымызда отырып орындап көрейік, және менімен бірге отырып тексереміз. Уақыт кетті, балалар. Қағаз қаламызды алып есеп шығарамыз. Балалар, есепті шығарып болсақ, бәріміз бірге отырып тексерейік. Ең үлкен өзен қай өзен екен, балалар? Нұра, 978. Одан кейін Торғай, 825. Ойыл, 800. Жем, 712. Ырғыз, 593. Сағыз, 511. Шідерті, 502. Балалар, өзендерді кему ретімен осылай орналастырдық. Барлығымыздікі де осылай шықты деп ойлаймын. Балалар, оқулығымызда тапқырлыққа арналған есептер де берілген екен. Кәне, есепті барлығымыз бірге отырып оқиық. 3 жас саяхатшы, Айдос, Марат және Олжас қайықпен өзеннің бір жағасынан қарсы жағаға өтпек болды. Қайық 100 килограммнан артық салмақты көтере алмайды. Айдос өзінің салмағы 54 килограмм, ал досы Олжастың салмағы 46 килограмм екенін білді. Бірақ Мараттың салмағы шамамен 70 килограмм еді. Олар өзеннен өту үшін қандай әрекет жасайды? Кәне балалар, егер біз тапқыр болсап шешіп көрейік, осыны өзіміз ойласып, ойланайық. Уақыт кетті, балалар. Балалар, тапқырлыққа арналған есепті сендер қалай шештіңдер? Өз ойларыңмен бөлісе отырыңдар. Ендеше тыңдайық, балалар. Өзеннің қарсы жағасына алдымен Айдос пен Олжас өтеді. Себебі екеуінің салмағы 100 килограмм. Оны қайық көтереді. Олжас Айдосты жағаға қалдырып, өзі Маратқа қайта барады. Маратқа қайықты беріп, өзі қалып қалады. Себебі екеуінің салмағы қайықты көтермейді. Марат қайықпен қарсы жағаға жетіп алады. Жағада қалған Айдосқа қайықты беріп, өзі қалады. Айдос қайықпен Олжасқа қайта барады. Сөйтіп екеуі қайыққа мініп жағаға келеді. Өйткені Айдос пен Олжастың салмағы 100 килограмм. Осылайша 3 саяхатшы өзеннен өткен екен, балалар. Балалар, тапқырлыққа арналған есеп қызық па екен? Сендерге ұнады ма? Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Қай тапсырманы орындаған қызық болды? Сабақтың қай тұсы ұнады? Өз ойымызды айтып отырайық, балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.